Қайырлы күн, қадірменді оқырмандар. Атырау қалалық кітапханасының YouTube арнасында Көзайнек подкасты. Біздің бүгінгі алған тақырыбымыз жалпы қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі әлеуметтік желі және әлеуметтік желінің балаға әсері жөнінде айтамыз. Және сол әлеуметтік желіден баланы қалай біздер алып шығамыз, қалай баланың бойына рухани құндылықтарды бойына сіңіре аламыз, осындай тақырыптар төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Біздің Көзайнек подкастымыздың қонағы ұрпақ оқу орталығының ұстазы, тәжірибелі ұстаз Жанар Мұрадымқызы бүгін бізде қонақта. Жанар, қош келдіңіз. Бүгін 24 қаңтар 2024 жыл екен, сәйкестік. Керемет дата. Керемет дата. Бүгінгі әңгімемізде жақсы бағытта өтеді деген ойдамын. Жалпы енді бүгінгі тақырыпты біздер TikTok па әлде так па деп алдық, осындай бір қызық тақырыпта. Қош келдіңіз. Енді жалпы TikTok-тың енді қазіргі таңда TikTok енді бірінші орында тұр деп айтуға болады. Енді бұл Қытайдан келген бағдарлама, бір азғантай ғана уақыттың ішінде, 1 минутқа жетпес уақыттың ішінде жаңағы видеолар, түрлі челленджлер, трендтерді салады ғой. Бұның әр нәрсенің екі жағы болады ғой. Жақсы жағы, жаман жағы. Жалпы TikTok-қа сіздің көзқарасыңыз қалай? Өте қуаныштымын бүгін осы өздеріңізге киелі орын кітапханаға қонақ қылып шақырып жатқандарыңызға айтары бар деп. Жалпы енді әлеуметтік желі болсын, TikTok болсын, Instagram, жалпы әлеуметтік желі болсын, оны қазір біздер шоққа шығара алмаймыз. Керек бана өзіңіз айтқанда 2-3 жыл бар дегендей. Бірақ TikTok-тан да банағы балалар, біздің балаларымыз көп уақытын соған жұтылып бара жатыр, яғни смартфонға тәуелді болып бара жатыр деп. Қазір тек қана ұстаздар, я болмаса осындай бір үлкен қоғамдық орындарға емес, ата-аналар да уже дабыл қағып жатыр. Оны қайдан білемін? Себебі өзіміздің оқу орталықта ата-аналар баламыз мүлдем кітап оқымай қалды, телефонға тәуелді, мен орыс тіліне бейім болып бара жатыр, бірақ ата-анасы қазақша сөйлейді үйде. Қайтсек осының алдын аламыз деп шырылдап келе жатқан ата-аналардың қарасы қазір өте көбейіп келе жатыр. Сол қуантады. TikTok-қа да мүлдем біздер ол баланы қарамайсың. Кез келген әлеуметтік желіден аластата алмаймыз. Бірақ қазір мен осы ата-аналарға, балалармен жұмыс жасау барысында ата-аналарға айына 1 рет кездесу ұйымдастырамыз ғой. Соны я болмаса өзге аудандағыларға онлайнда ұйымдастырып жатамыз, Zoom-мен болсын, сонда айтып жатады ата-аналар. Береміз, давай мына әдемі мына мәтінді оқып шықсаң, мына өлеңді жаттап алсаң, мынаны қарап шықсаң, мен саған 1 жарты сағатқа берем деген секілді бір баланың көңілін табу мақсатында да телефоннан мүлдем аластата алмаймыз. Қарайды. Тіпті сол TikTok-тан керемет есептерді шығарып жатқан пайдалы тұстары да қаншама да. Онлайн банағы ішіндегі бір аудиоларды тыңдап жатқандары қарайды. Өлеңдерін оқып жатқан. Бірақ енді просто ата-ана ретінде де, ұстаз ретінде де алаңдайтыны керек емес. Біз көрмейміз ғой, ата-ана жұмыста, бала нені көріп жатыр, неге алаңдап бара жатыр деп. TikTok-та және экстремальды бір көріністерді көрсетіп жатады, және соны қайталаймын деп көптеген балалар өмірден өтіп жатқан, суицид жасап жатқан, өте көп кездесіп жатыр. Енді қалай болғанда да біз ол балаларды, тәрбиелеп келе жатқан балаларымызды мүлдем әлеуметтік желіден, TikTok-тан алып тастай алмаймыз. Бірақ міндетті түрде қадағалау керек, және қадағалау барысында қайткенде қызығушылығын екі жаққа да 50-50 дейміз ғой, золотая середина деп жатамыз ғой. Кітабында оқып, мектеп бағдарламасына да үлгеріп, енді қалалық жерде әсіресе балалар қосымша үйірмелерге көп барады. Барлығының да уақытын межелі түрде қарап, жоспарлау, енді екі бастан бірден мектепті ғана ұстаз ғана емес, ата-ана басты назарында болу керек. Енді өзіңіздің, сіз анасыз ғой, балаларыңыз жалпы TikTok-та отырады ма, қадағалайсыз ба? Ата-ана мен баланың арасында диалог болу керек қой, келісесіз ғой? Әрине болу керек. Экологиялық таза диалог болу керек. Осы диалог бар ма жалпы ата-аналар мен балалардың арасында? Енді сіздер ата-аналармен жұмыс жасайсыздар ғой. Мен енді өзімнің балаларымнан, енді алдыңғы үшеуі үлкейіп өсіп кетті ғой. Мына оған өзімде үкіметтің жұмысы деп па, кейде мән бермей қалдым деп, мен өзімде күшті ата-анамын деп өзімді есептемеймін. Бар да, үкіметтің жұмысы дедік, банағы күйбең тірлікпен қаралмай қалған, қап әттеген ай деп қалған тұстары тәрбие барысында кездеседі. Бірақ осы кішкентай қазір 3 оқиды, соны
5 жасынан бастап мен Абай Шәкәрімнің өлеңдерін жаймен жаттата бастадым. Өзінің жас ерекшелігіне сай да, ол санамақтарды уже 3-4 жасында білетін болды да. Қазірдің өзіне мысалы Шәкәрімнің 15 шақты өлеңін, Абайдың бір 5 өлең дейін жатқа біледі, сосын қиссаларымен. Дәл банағыдай осы методты қолдандым. Балам, кел мына Аюп пайғамбардың қиссасын жақсылап оқып алайық, сосын мен саған бір жарты сағатқа телефон беремін, жарай ма деген секілді. Өзі TikToktан несін ашып қарап, оның ерекшелігі мына күйге қызыға бастады. Домбырадан күйді қарайды, әрине ата-ана ретінде нені қарап жатсың балам деп қарап, оны қадағалап отырады. Ал енді өзіміздің мына көп ата-аналар қазір біле бермейді. Осы бізде Лисхозда, Мөлтек ауданында Ұрпақ қолөнер академиясы ашылды. Ол жерде бірнеше бағыт бойынша, әсіресе осы ұлттық құндылыққа баулайтын қиссамыз, домбыра, ән терме, күй, банағы ер балдарды әсіресе қолөнер, ер балдарды банағы алыстан көздейтін әскери неге баулайтын үйірме 14-15-ке шақты үйірме бар. Сол барысында ата-аналарға бірден мен келген бойда ата-аналардың бірінші баламен емес ата-анамен жұмыс жасау керек. Мен соны бағыт қалдым. Алыста келе алмай жатса зуммен өткізем. Міндетті түрде ата-анадан баланың өзімен сөйлесіп аламын да. Бірінші сабағымызға ата-ананы қатыстырам. Содан кейін бала телефонға қаншалықты қарайды, қандай нені жақсы көреді, қандай хоббиі бар, өзіңіз қандай кітап оқисыз, баланың кітап оқыта алмау үшін ол ата-ана бірінші оқу керек деген секілді. Қоян қолтық 3 жақта бірге отырып жұмыс жасаймыз. Енді басында айттым ғой, мүлдем ата-аналар қолын бір сілтеп отыр деп емес, керісінше орыс мектебінен алып қазақ сыныбына, орыс балабақшадағы тобынан алып қазақ тобына кітап оқысын. Мен осы баламды кітапханаға апардым деп, осы сіздердің де кітапханаларыңызға келіп видеоға түсіріп жіберіп жатады. Керісінше жақсы бағытқа келе жатқан ата-аналар көп. Енді әсіресе жас ата-аналар ғой. Енді бұрынғы ата-аналарға сірә көп ой сала алмайсың, олар енді өздерінің салып алған сара жолынан шыққысы келмей жатады ғой. Бірақ қазір осы кітапханаға, кітапқа, ұлттық құндылыққа бала шағасын баулып келе жатқан жас ата-аналардың легі көбейіп келе жатыр. Соған қуанамын. Енді жыр қиссалар жөнінде айтып қалдыңыз. Я сонымен қатар батырлар жыры да, енді жалпы біздің ұлттық құндылықтарымыз атадан балаға мирас болып бізге келген. Енді осы жыр жаттаудың ерекшеліктері, балаға беретін әсері қандай жалпы? Қандай дағдыларды қалыптастырады баланың ойында? Жалпы мына сөз өнеріне қисса орталығы деп жатамыз ғой. Ол жерде тек қана адамдар көбі қисса деген терминді түсінбей жатады. Не ол, не үйретесіздер деген секілді да. Сөз өнері деп бастаймын көбіне. Сөз өнері. Сөз өнерінің ішіне банағы өз ойын еркін жеткізе білуі баланың. Көбіне бізде оқиды да. Ол бана оқиды да, бірақ ойын жеткізе алмайды деп жатады. Одан қалса қазір ата-аналардың көбі дабыл қағып келеді. Бұрынғыдай мектепте диктант мазмұндама жазғыза алмайды. Балаларымыздың жазу каллиграфиясы төмен, сауатсыз жазады деп жатады. TikTok деген бағана айттым ғой, азғантай қысқаша ғана балалар өзінің ойын қысқаша уақыттың ішінде жеткізіп үйренген қазіргі балалар. Сол мен байқайтыным, мектептегі балалар қазір эссе жазу, біздің кезіміздегідей мазмұндама жазуға көп жоқ, ұзақ отыра алмайды олар. Осы дағдыларды қалыптастыруға да көмегі зор ғой. Әрине. Мысалы, біздер жас ерекшелігіне сай бөлеміз ғой. 5 жастағы бала келгенде, мен 5 жастағы балаға оған әрине алып келіп біздер үлкен қиссаны я бір ертегіні оқи алмаймыз. Оның жас ерекшелігіне сай санамақ, жас ерекшелігіне сай ертегі, 5-6 жасар баланың жас ерекшелігіне сай жаңылтпаш, жаңылтпаштың да берері көп қой. Өзіміздің арнайы бағдарлама бойынша оқытамыз. Сол бағытта мына жаңылтпашты, мысалы 5 жасар бала бата жаттай алады. Өзінің жас ерекшелігіне сай, мысалы да, бата содан кейін міндетті түрде бана айттым ғой, ата-анамен бірге тәрбиеленеді деп, бала үйде өтірік жасырмайды, балалы үйде ұрлық жатпас деп. Үйде тамақ ішіп болғаннан кейін ас қайтарасың ба, Бекзат, ас қайтарасыңдар ма десе, жоқ, ас қайтармаймыз деп жатады да. Міне давай мына батаны жаттап алайық. Бірақ келісеміз, үйде міндетті түрде ас қайтарғаннан кейін енді Бекзат сен тамақ ішіп болғасын, ас қайтаратын боласың деген секілді балалардың енді әр педагог өзінің шығармашылығына сай оятады ғой қызығушылығын. Қазір бана сіз айтып қалған ұзақ айта алмайды деген ол балалардың көбінде сондай зейін тұрақтылықтары төмен балалардың да айта алмай жатады. Бірақ осы тұста айтар едім, мысалы 7-8 жастағы балаға уже батырлар жырын оқыта беруге болады. Жасына сай ерекшелік. Соның ішінде біздердің отбасы хрестоматиясы қоғамдық қоры 10 жылдай болды ғой жүзінде. Біздің басты назарда алып оқытатын кітабымыз осы сар кітаптар деп айтамыз өз тілімізде. Соның ішінде отбасындағы 30 сабақ деген кітап дәптерімен бар. Әкесі, анасы үйден оқиды, баласы орындайды. Оның ішінде логикалық тапсырмалар, қара есеп үлгілері, қалай жазу, өз ойын еркін жеткізу барлығы кіріктірілген. Сол тапсырма бойынша оқытқанда жаттайды балалар. Әрине басында келгісі келмей, банағы енді мысалы ана Шәкәрімнің мен өзім ең бірінші адамдық борышымнан бастап жаттатам. Мысалы 7-8 оқитын ер балаға ол таптырмас құралда пайда ойлама, ар ойла,
талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтып кеткендей, қараш балам, егер біз жақсы білгіміз келсе, мына кітапты оқымасақ, ондан ешнәрсе шықпайды деген секілді ғой. Осы жерде әр баланың жас ерекшелігіне сай батырлар жыры, қисса, жыр, дастан, жалпы сөз өнеріне баулитын орталық болды. Есте сақтау қабілетін қалыптастырады, өз ойын еркін жеткізуге. Тағы бір атап өтетінім, мысалы бір қиссаны оқып шықтық па, оқып шыққаннан кейін кітапты жапқызамын да, соны мазмұндама қылып мен дәптерге жазғызамын. Сол жерде уже ын мен ыңды айыра алмай отырма, орфографиялық қатесінен мен ұстаз ретінде ол бірден көзім түседі. Бұл менің жазу дағдысы менің құзыретіме кірмейді деп отырмай, сол жерде алып жіберіп, өзіміздің магнитті тақтамызға орфографиясында бірге, сонда 3 қоянды бір оқпен атқандай болады ғой. Жазудың өзі есте сақтау қабілеті дамиды, өз ойын еркін жеткізе білуі, екі бастан ол көкірегіне құндылық болып құйылады ол нәрсе. Одан кейін өз ойын санасында банағы ұстап, содан ой түйіп, оны сауатты түрде жаза білу дағдысы қалыптасады. Ақылы түрде ғой, ақылы түрде. Енді мектептегі барлық оқушылар бірдей осы жыр оқиды, қисса оқиды, дастан оқиды деп айта алмаймыз ғой, осы тұрғыда енді бұл ұстаздардың кішкене ақсап қалып жатқан жоқ па жұмыстары? Ұстаздардың жұмысы ақсамайды. Біздер мектептермен осы дәл лесхозда орналасқандықтан біздің орталыққа жақын жерден, мысалы 19-ші мектеп, 3-ші мектеп, 28-ші мектеп, 16-да жұмыскер таймандағы жұмыскер мектептерінің мұғалімдерімен келісе отырып, бірге балабақшаларда кіріктірдік, бірге жасап отырып. Керісінше, мысалы мен өзім мектепте мұғалім болдым ғой, оған бізге келеді, мысалы Жұмекен оқулары, Абай оқулары, Шәкәрім оқулары, шыны керек сыныпта 23 оқушы отырса, оның бәрінің ішінен бір сөз өнеріне жақын деген бір-екі оқушы, ол барлық жағынан қабілетті болып қалады, бәрі таласып қалып жатады. Мысалы олимпиадаға бала алған сияқты ғой, физика оны мен де аламын деп жатады. Бірақ мұғалімнің көп қағаз күйбең мектептің бітпейтін тірлігінен оған керісінше уақыты болмай жатады. Ал керісінше бұл жерде Абайдың, Шәкәрімнің өлеңдерін оқып, еркін жаза білу, ол қазақ тілі әдебиеті, тарихшы мұғалімдерге де, ата-анаға да барлығына да жақсы ғой. Мұғалімнің жұмысы ақсамайды, керісінше мұғалімнің жұмысы біріккен түрде көрінбесе, бұл жерде көрінбесе ақсамайды. Керісінше мектептегі осы біздер алдыға жоспарға қойдық, осы мектептердің оқу тәрбиесі жөніндегі әдіскер мұғалімдермен бірге отырып, бір үлкен жаңа жылға 6 айлыққа жоспар құру, бірге отырып жұмыс жасауға неміз бар. Алда енді даму бала есіне қосылып кетіп жатсақ, көп үйірмелер тіпті тегінде болуы ғажап емес. Енді өзіңіз ата-анасы бағана бір сөзімізде айттық, неше ұл қызыңыз бар? 2 ұл, 2 қыз. Сол ұлдарыңызға, қыздарыңызға сіз бала кезден осы қасиеттерді, осы дағдылардың барлығын саналарына сіңіріп өсіріп келе жатсыз ғой, мүмкін бір бөліссеңіз тәжірибеңізбен. Мысалы үлкен қызым мен қазір отбасыларда ата-аналар балалармен сөйлеспейді дейді. Мынау қазір айтады ғой, цифровой аутизм дейді. Тіпті жаңа туған балалардың 3 жасқа дейін, 4 жасқа дейін тілдері шықпай қалып жатыр деп айтады. Бұның барлығында осы мынау ортада бір байланыс жоқ деп сонымен психологтар байланыстырып жатыр ғой. Яғни ата-ана күн ұзаққа жұмыста болады, кешке келгеннен кейін желіде отырады, уақыт жоқ, яғни баламен ортада байланыс жоқ. Ал енді сіздерде отбасыларыңызда? Отбасымызда енді мен осы үлкен қызым өзім Жұмекен Нәжімеденовтің 250 өлеңін жатқа оқып, мектепте оқып жүргенде қалалық, облыстық, республикалық сайыстардан топ жарып жүрді. Ол енді өз өлеңінде шығарады, жалпы соның сөз өнеріне жақсы үлкен баладан бастап дағдыландырдық та, кейін енді кейінгілер бәрі жалпы мына өнерге бейім балалардың жан дүниесі бөлек болады ғой. Екінші қызымды да дәл сондай фортепиано класын оқыдым, енді ол дәл сондай сөз өнеріне күшті дей алмаймын. Ұлымыз енді театр кино актері мамандығында жүргенде оқып жатыр. Ол енді театрдың өзі тұнып тұрған өнер ғой, енді қаласа да қаламаса да сөзді жаттап жатады да. Жалпы кішісін енді мен айттым ғой, 3 жасынан бастап жаттап келе жатырмын деп. Қазір енді ол сауатты жазуы, өз ойын еркін жеткізуі, оқ бойы алда тұрады басқа өзінің құрдас балаларымен салыстырып қарағанда. Жалпы біздер үнемі осыны айтып жүреміз, мектепте деді, мектеппен байланыстырып қалдыңыз ғой. Мектепте ол Сейілбек айтады ғой, мына ұстазымыз, рухани ұстазымыз, құрал және құндылық деген бар деп та. Мектеп ол құралды түсіндіреді, өзінің білім министрлігінің бағытына сай бағдарлардан ауытқи қия алмайды да. Ал құндылықты құятын ата-ана солай емес пе да. Енді көбіне мен ата-аналарға айтамын, уақыт жоқ, 5 күн жұмыста, кешке өлейін деп келем, үйдің күйбең тірлігі, тамақ, сенбі жексенбі той топыр, банағы үйдің бітпейтін тірлігі деген уақытта мен айтамын да, ата-анаға ол сылтау. Кешкілік керісінше бәрі жұмыстан келгеннен кейін сен тіпті картоп аршып тұрсақ та
аузымыз бос қой, мысалы дәл әңгіме айтып тұрып баламызбен осы жерде жаттата беруге, оқыта беруге деген сияқты ата-ананың өзі кітап оқымаған жерде ол баланы қызықтыра алмаймыз. Сол үшін мен өзіміздің орталықта ата-анамен айттым ғой, айына бір рет бүткіл орталықтың ата-анасымен кездесеміз деп, өзімізде мынандай челлендж бар. Күн сайын және сол челленджді бір-бірімізде белгілеп инста парақшамызда бөлісіп отырамыз, чатымызда бөлісіп отырамыз. Күн сайын балам үшін 1 сағат деген челлендж. Ол мысалы сен 1 сағат шыны керек, бана TikTok әлеуметтік желіде отырсаң да уақытың кетіп қалады ғой. Ал сіз бана отбасындағы 30 сабақты алып отырып, я болмаса салт дәстүр сөйлейді әлдейді небісқа дейін керемет экософия деген кітап бар мысалы да. Неге мысалы сол жерде мысалы кірпі неден жаратылды, сабырлық кімнен қалды, неге мысалы құмырсқаны өлтіруге болмайды. Бала шағамызбен бірге отырып әкесі дауыстап оқып берсе, бізде көбіне жауапкершіліктің бәрін анаға сырып тастайды ғой. Мектеп жиналысына баратын ана да жамандық, баланы тексеру керек ана, әкесі әдемі әуезді дауыспен. Біз көбіне айтамыз, әсіресе әкелер келсе қуанып кетеміз өзіміз. Тек ана ғана емес, дауыс дегенде міңгірлеп мұрын астынан оқу емес, бірден сен дауыс тембріңмен бала шағаңды баурап алатындай. Әкесі оқып берсе, оған анасы өз ойын қосса, баласы өз ойын қосса, осы жерде керемет жақсы да. Сондықтан отбасында кешкілікте кешкі ас ішіп отырсын мейлі, кешкі ас ішіп болғаннан кейін бе, күнделікті 1 сағат елде болып жатқан мысалы кешегі саясатты, көшеде болып жатқан бір жол көлік оқиғасын, я бір басқа нәрсені емес, именно дәл осы фишкасын кітапқа көңілін 1 сағат бөлген ата-ана, ол басында бір айда, мүмкін 3 айда, мүмкін 1 жылда нәтижесін бермес, бірақ бала шағасының көкірегіне құйылып жатқан құндылық, ол ертең бір күні міндетті түрде бір жаратын болады. Міндетті түрде ертең тағдырдың жолы, біз солай түсіндіріп айтамыз өзіміз, тағдырдың жолы тегістей болмайды, тақтайдай бір тарс етіп тағдырдың таяғы тарс еткен кезде, бір шайып қалатын уақытқа келгенде, ол бала міндетті түрде ситуациядан шығады. Себебі сабырлықты біліп отқан бала, ар жағында түйсігі бар бала, ол абай атамыз айтқан толық адам философиясы. Сол үшін күнделікті, енді кейде ата-аналар айтып жатады, Жанар Мұратымқызы, енді күнде 1 сағат деп айта алмаймыз, бірақ аптасына бір 2 рет болса да отырып жүрміз дегенде, соның өзіне қуанып қаласың. Дағдының қалыптасуына, есте сақтау қабілетіне де, барлығына да үлкен әсерін тигізіп жатады ғой. Енді жалпы әлеуметтік желіде өзіңіз белсендісіз бе? Әрине белсендісіз. Енді осы ұрпақ Инстаграмда бар ғой, бізді көріп отырған оқырмандарымыз сол Инстаграмға тіркеліп, мүмкін сіздерге балалардың саны көбейер, алға қаратады. Енді жалпы осы біздің болашағымыз, балаларымызға осы рухани құндылықтарды көбірек сіңіру үшін әлі тағы да не істеуіміз керек? Тағы не жетпей жатыр бізге? Ертегі айтыла ма сіздерде? Мысалы, орталықта қазір өйткені біздер әже жоқ деп жатырмыз ғой, дабыл қағып жатырмыз. Ертегі оқитын әжелер жоқ деп. Банағы біздер орталыққа кіргенде көбіне төменде ата-анасын күтіп отқан, баласын күтіп отқан ата-аналарға балалықтан даналыққа деген Сейілбек Мырзабайдың кітабы бар. Сол жерде түгел айтылады, неге кітаптан ажырап кеттік, неге ол банағы бір кезіндегі саясат, тарихи тізбегіміздің үзіліп қалғаны, қазіргі уақытта банағы балаларымыздың өзге тілге бейім болып кеткені, соның барлығы айтылу барысында банағы айтып отырмын ғой, біз тек қана неге баланы ғана оқытып жіберіп қоймаймыз. Бұл жерде ата-анамен бірге жұмыс жасайды, жүру керек деп айттым, иә. Осы уақытта бана жас ерекшелігі не қарай бөлінеді деп айттым. Мысалы, негізі орталықта біздер 8 жас пен 16 жастың аралығы қылып алу керекпіз. Тұғында жоспар бойынша. Бірақ енді 5-тегі баласын, бір оқитын ұл қызын әкеліп тұрған ата-анаға жоқ деп айта алмаймыз, кеудесінен итермейміз. Керісінше, ол да мұғалімнің шеберлігі ғой. 5 жастағы балаға да қасыңа ала отырып, әр әріпті де үйретіп, әр қосып буындап оқытып үйретіп, әр қарата санамағын, жас ерекшелігіне сай. Мысалы, 4 малдың пірін мен бастаймын өзім. 5-6 жасар балаға, мысалы, қойдың пірі не, пайдасы қандай, пір деген не, ол баланың есінде қалады. Мысалы, былтыр 3 айдай бір менде Ербатыр деген бала оқып жүрді, және де тәтті ғой. Өткенде кім болғың келеді? Ербатыр, құрылысшы болғың келеді. Құрылысшы болып не істейсің сен десем, Жанар апай сізге 3 этажды үй салып беремін деген бала тәтті тілі ғой. Жоқ, сен маған салма. Мысалы, әсіресе халыққа салу үшін не істеу керек? Бір ой тастай береміз де сол уақытта. Енді орталықта бізге қазір мен сенбі күні сабақ беріп жүрмін. Өзім 2 сағаттан жас ерекшелігіне сай, жалғыз қисса емес, ол жерде айтып өттім ғой бана. Дәстүрлі әніміз, күйіміз күмбірлеп жатқан. Тіпті
біз өзіміз қанымызда домбыра десе отыра алмайтын қасиетіміз бар ғой. Мына бөлмеде менде оқып жатсақ, келесі бөлмеде күй, дәстүрлі ән келесі сыныпта болып жатқанда балаларым орнынан тұрып, апай тыңдап келейікші деп кетіп қалып жатады да. Сонда барлығы кіріктіріліп жұмыс жасап жатқанда кәдімгідей қуанамыз. Жалпы бұндай орталық Қазақстанның барлық қаласында ашылып жатыр ғой, бірақ осының өзі бізге аздық етеді. Әрбір қалада тек қана бір орталық па сонда? Жалпы ашып жабылып қалғандар көп, бірақ жұмыс жасап тұрғаны енді дәл мендікі біреу санын білмейді екен. Бізге енді қазір жұмыс жасап тұр, енді жоқ басқа жоқ деп өйтіп не істемей-ақ қояйын. Бірақ бізге көп керек. Айтып жатады, Алмагүлден бар ма, Балықшыдан бар ма, Жұлдыздан неге ашпайсыздар деп та. Өйткені балаларды әкелу қиын. Сол үшін онлайн қиссантты аштық біздер. Өзге аудан облыс бойынша онлайн оқытып отырмыз. Бірақ енді баланы көзбе-көз көріп, офлайн оқығанға еш нәрсе жетпейді ғой. Дәл осындай мен айтар едім, осындай жерде сабақ берем деген бізде ұстаздар көп қой, мұғалім ұстаздар көп, бір-бірімізбен біріксек. Соған осы кітапхананың да қосатын үлесі көп, иә. Дәл осы жерде айта кеткім келеді, талап әдеби, мәдени, қоғамдық клубы осы жерден ашылып жатыр да. Әрбір сенбі сайын киноны, клуб, кітапты талдайтын рухани орта. Рухани орта бәріміздің басымызды қосатын. Айтамыз, бір армандары, мақсаттары бір арнаға қосылған жандардың басын қосатын бір орта ашылып жатыр. Кейбірде бір адам бір ашыла алмай жүреді, ішіндегісін айта алмай жүреді, иә. Мүмкін киноны қарау арқылы, кітапты оқу арқылы осы жерде талқыға салармыз. Мүмкін сол жерлердің ішінде ұстаздар бар шығар. Иә, оқырмандарымызға да айтып өтсек, талап әдеби мәдени үлкен бір клуб деуге болады, қоғамдастық орталық деуге болады. Атырау қалалық кітапханасында ашылды. Анау ел саналық жастармен бірігіп, біздің кітапхана біріккен жоба осы жерде әр сенбі сайын кітап оқып, әр сенбі сайын кино көріп, бір сенбіде тұлғалар туралы лекция тыңдап, танымал мынау зиялы қоғам, зиялы қауым өкілдеріменен, қоғам қайраткерлерімен, жалпы танымал адамдармен жаңа кездесулер жасап, кездесу ұйымдастырып, осындай бір тамаша үлкен бастама бастап жатыр ел саналықтар. Сондықтан да біздің мынау YouTube арнасы болсын, Facebook, Instagram парақшасында бізді білетін оқырмандарымыз біздің кітапханаға келіңіздер, талаппен бірге болып, талаптың қойған талабын бірге орындайық деген жақсы ұсыныс айтамыз. Енді шығара алмаймыз. Көптеген жұмысымыз осы әлеуметтік желі арқылы бітіп жатады. Жарнама болсын, жұмысымызды көрсету болсын. Енді осы сіздің орталықтың балалары телефонға қаншалықты тәуелді, ұялы телефонға? Енді дәл мен орталықтағы балдарының келгендеріне кейде ата-аналар айтып жатады, қашан нәтижесін көреміз деп жатады. Оның енді сондай проблемамен әкеліп тұр ғой сіздерге. Бірден оның нәтижесі тек міне деп мен үнемі айтамын, оның нәтижесін тіпті айтар едім 1 жылда, мүмкін 2 жылда жаймен ол несі күшейе береді. Ата-ана мен баланың біріккен бір жолының арқасында. Енді бұл жерде мысалы балалар біздің алдымызда тек 2-ақ сағат болады да, мысалы шыны керек. Мысалы 7-8 оқитын ер балдарға мен міндетті түрде белсенді болмыс кітабын оқытамын. Бауыржан Момышұлының ер азаматтарға қалдырып кеткен 10 өсиетін жаттатамын. Ол жерде мысалы уәде берме, бердің бе орында. Құмар ойындарға мүлдем жолама, ол әлсіздердің ісі. Я болмаса банаға қазіргі заманға сай нәрселер, иә. Балаларға жаттап, ол тек жаттап алған бір бөлек қой. Келесі сағатымызда соны тәпсірлейміз. Ол қалай? Құмар ойынға неге әлсіздер жолайды дейді. Қайткенде ол ар жағы қиссамен байланыстырамыз. Темекі арақ сонда неден қалды? Көрдіңіз ба? Оның неден қалғанын былай адам көп оқи біле бермейді да, ал ол оқушылар біліп отырады. Бір жақсысы мысалы. Мүлдем енді телефонды қарамайды емес, мысалы тек керісінше жаттаған қиссаларын тиктокта айтып жатса қандай жақсы. Мүлдем қажет жоқ бір жөнсіз нәрсе емес, сол қиссасын, білетін жаңылтпашын, білетін ертегісін өзінің әлеуметтік желісінде өзі айтып жатса, пайдалы нәрсе деп айттық қой, жақсы жаңа шығармашылық осындай жаңағы қысқа уақыттың ішінде шығармашылық өздерінің қабілеттерін, дағдыларын қалыптастыруға да тиктоктың да өздерін әлеуметтік желіде түсіріп, біздің парақшамызды, менің жеке инста парақшамды белгілеп кетіп жатады мысалы да. Енді қаншалықты телефонға тәуелді дегенде мен енді олардың қаншалықты ата-анасы ғой, телефонын қаншалықты ұстап үйінде болатын. Біз енді өзіміздің орталығымызда телефонды, бірақ ішінде мысалы Адай күйінің шығу тарихы десе, сол жерде YouTube желісінен міндетті түрде әлеуметтік желіні пайдалы жағына қолданамыз. Ал енді үйінде қаншалықты пайдаланатыны сірә ата-анамен шешілетін дүние ғой. Бірақ енді ата-ананы тағы да қайталап айтамын, айына бір рет әртүрлі форматта ата-аналармен келгенге дейін қандай болды, қазір өзгешелігі қандай, болашақта қандай етіп көргіңіз келеді деген секілді бас қосып диспут ретінде талдап жатамыз. Бұл тек ұрпақтың ішінде болатын. Ал жалпы қазір енді балалардың арасында
қозғалыс жоқ, мынау дене тәрбиесіне бейімділіктері шамалы төмен деп айтып жатады ғой. Өйткені балаларда қозғалыс жоқ, әлеуметтік желіде отырған бала қозғалмай, бір жерде бір баланы көріп естідім, бір жерде бір тәулік бойы тіпті отыра берген қозғалмастан дейді. Соңынан сол бала қайтыс болған дегенді де бір естідім. Өйткені қан жүрмейді ғой, отыра бергені ғой. Мына қазір балалар мысалы бір аяқпен тұрып секіре алмайды дейді, доп лақтыра алмайды, жүгіре алмайды, өте жаңағыдай денсаулықтары да ақаулары бар деп жатады. Сіздің енді мына орталықта тек қана осы бір жерде отырып жыр қиссалар оқисыз ба, әлде бір табиғаттың аясына шығып бар ма? Сұрағыңызды түсіндім. Біздер енді ғана ашылып жұмыс жасап жатырмыз ғой енді. Менде мысалы 2 сағатқа жақында ғана көштік, иә. Мысалы 5 жасар бағанағы 5 пен 7 жастың арасындағы балаларға міндетті түрде тұра қалып жаттығулар жасаймыз. Өзіміздің дамыту жаттығуларымыз бар да. Одан кейін ортасындағы сағаттарында шахмат шашкамызды, бізде шахмат үйірмесі бар ғой, алып келіп бір 10 минуттай бір-біріменен айдай таластырып шахмат шашкамызды ойнатамыз. Одан кейін өзіміздің енді 2 сағатты уақыттың ішінде әзірге біздер ондай табиғат аясына, бірақ болашақта бар, табиғат аясына ондай шыға қойған жоқпыз. Қазір енді күн салқын ғой, бірақ қай жерде кейде тіпті шыны керек бір әлеуметтік желіге өзіміздің өлеңімізді жүктейтін болдық та, дәл демалатын күнге мен шақырып қойып болады ғой, кейде аптаның күнінен шатасып жүретін кезіміз. Балаларымды түп-түгел машинамызға салып алып та үйден әкеліп оқыттым. Болмайды, оны мысалы оқытам деген адамға ол несімен кейде болады, бір жеке шаруашылығымен болмай қалса, балаларымды үйге де шақырып алатын кездерім. Ол нағыз осы балалардан бірдеңені үйретейінші, осылардың көзінен бір жылт еткен нәрсені көрейінші деген ұстаз, ол уақытпен де тіпті есептеспейді ғой, шыны керек. Мұғалім көп ұстаз аз деп жатамыз ғой. Жалпы мектепте болсын, басқа жерде болсын, жалпы баламен ең бірінші өзімен сөйлесіп, ол кім болғысы келеді өскенде, не үшін ақша, мысалы мен үнемі әсіресе ер балдарға айтамын, 30-да орда бұзбаған жігіт 40-да қамал алмайды. Мағынасы қандай? Неге 30-ға дейін орданы бұзып тастау керек сонда? Ал сен өскенде мысалы бір спортсмен ұлдарым бар, тренер болам дейді да, тек қана тренер бол, тренерліктің пайдасы қандай? Мысалы олимпиада чемпионы айтағың келе ма? Неге, неліктен деген ой тастау арқылы ойын біле отырып тәрбиелеуге енді бұл орталықтың берері өте көп қой. Мысалы мақал мәтелге қатыстырамын да, кейбір сабақтан мақал мәтел қылып аламыз да, басын бастаймыз. Мысалы ішіп жеген түске жетпес, давай ар жағын өзің жалғаш деп. Неге ықыласын естен кетпес? Мысалы ниеті тәуір жігіттің жүрісінде мін болмас дейді. Неге ол жүріс деген не? Осы жерде ана логика ғой, кәдімгі сұрақ тастайсың, оған жауабын аласың да. Анағы бейсеннің неге әсіресе ер балдар тек отбасы ошаққасын тәрбиелеп, сол үйге кіргізген ол құрт пен құмырсқанда шыбының да тістеп жегенін бала шағасына әкеледі. Ал ер азамат неге алашқа қызмет ету деген не? Осы тұста ер азаматтың кеудесі жүкті болмаса, әйелі әулие тумайды деген қанатты сөздің мағынасы неде? Неге ол? Неге ер адамның кеудесі жүкті болу деген не? Мысалы, осыған кәдімгі 7-8 оқитын 13-14 ер балдар не істеп қалып жатады да, ойланып. Күнделікті өмірде қолданбайтын сөздер ғой, мысалы, менің балам үйде айтса білмей қалатын сияқты ондай сөздер. Ер азаматтың кеудесі жүкті болмай, әйелі әулие тумайды деген мағынасы не? Жүкті деген сөзді балалар түсінбейтін сияқты. Сонда алашқа қызмет ету деген не? Халыққа қызмет ету деген не? Неге тек отбасы ошаққасын ғана ойлайтын ер азамат болмау керексің? Әсіресе ер балаға көбірек басымырақ айтамыз да. Ел қамын ойлайтын деген не деген секілді. Сол жерде ойын жазу, соған бір ой тастау, сол бір ойланып жүру, банағы уақытын тиімді өткізу, осының барлығы осымен байланысты ғой. Кеудесіне кеуде құндылық құйылып жатқан бала, ол батаны да біледі, ол өз ойын еркінде жеткізе алады, ол ертең көпшілік ортасына барғанда мен қазақпын деп кеудесін ұрып тұрып айтатындай ұл болып өседі деп ойлаймын. Болашақтың несін жейтін, қамын жейтін. Сондықтан енді бұндай орталықты аудандардан ашылса, бана айттым ғой, осы ертең біздің осы клубымызға келіп жатқан мүмкін декреттік демалыста отырып мүмкін жұмыс жасай алмай қалған аналар келетін шығар. Мысалы да ортасы жоқ. Неге сол мүмкін ол бір жұлдызда тұратын шығар, сол жерден осындай қоғамдық қор мен орталықты өзі ашпасқа. Жалпы бұл біздің, сіздің болсын, біздің болсын, ұрпақтың болсын, кез келген қоғамға болсын деп жатқан адам бір ағартушылыққа қосылып жатқан тамшыдай болса да үлес қой. Біреуге бір ой салсаң, соның өзі бір үлкен сауапты іс деп ойлаймын. Сондықтан бұл бізге аз, өте аз, әлі біз керегімізді кеңейтуіміз керек, құттай болса да тамшыдай үлес қоса беруіміз керек деп ойлаймын. Экстремальды бір
көріністерді көрсетіп жатады және соны қайталаймын деп көптеген балалар өмірден өтіп жатқан, суицид жасап жатқандар өте көп кездесіп жатыр. Енді қалай болғанда да біз ол балаларды тәрбиелеп келе жатқан балаларымызды мүлдем әлеуметтік желіден, TikTok-тан алып тастай алмаймыз. Бірақ міндетті түрде қадағалау керек және қадағалау барысында қайткенде қызығушылығын екі жаққа да 50-50 дейміз ғой, золотая середина деп жатамыз ғой. Кітабында оқып, мектеп бағдарламасына да үлгеріп, енді қалалық жерде әсіресе балалар қосымша үйірмелерге көп барады. Барлығының да уақытын межелі түрде қарап, жоспарлау, енді екі бастан бірден мектепте ғана ұстаз ғана емес, ата-ана басты назарында болу керек деп ойлаймын. Енді өзіңіздің, сіз анасыз ғой, балаларыңыз жалпы TikTok-та отырады ма, қадағалайсыз ба? Ата мен баланың арасында диалог болу керек қой, келісесіз ғой, әрине болу керек. Экологиялық таза диалог болу керек. Осы диалог бар ма жалпы ата-аналар мен балалардың арасында? Енді сіздер ата-аналармен жұмыс жасайсыздар ғой. Мен енді өзімнің балаларымнан, енді алдыңғы үшеуі үлкейіп өсіп кетті ғой. Мына оған өзімде үкіметтің жұмысы деп па, кейде мән бермей қалдым деп, мен өзімде күшті ата-анамын деп өзімді есептемеймін. Бар да, үкіметтің жұмысы дедік, банағы күйбең тірлікпен қаралмай қалған, қабат деген ай деп қалған тұстары тәрбие барысында кездеседі. Бірақ осы кішкентай қазір 3 оқиды. Соны 5 жасынан бастап мен Абай Шәкәрімнің өлеңдерін жаймен жаттата бастадым. Өзінің жас ерекшелігіне сай да, ол санамақтарды уже 3-4 жасында білетін болды да. Қазірдің өзіне мысалы Шәкәрімнің 15 шақты өлеңін, Абайдың бір 5 өлең дейін жатқа біледі, сосын қиссалармен. Дәл банағындай осы методты қолдандым. Балам, кел мына Аюп пайғамбардың қиссасын жақсылап оқып алайық, сосын мен саған бір жарты сағатқа телефон берем, жарай ма деген секілді. Өзі TikTok-тан несін ашып қарап, оның ерекшелігі мына күйге қызыға бастады. Домбырадан күйді қарайды, әрине ата-ана ретінде нені қарап жатсың балам деп қарап, оны қадағалап отырып, ал енді өзіміздің мына көп ата-аналар қазір біле бермейді. Осы бізде Лисхозда, Мөлтек ауданында ұрпақ қолөнер академиясы ашылды. Ол жерде бірнеше бағыт бойынша, әсіресе осы ұлттық құндылыққа баулайтын қиссамыз, домбыра, ән терме, күй, банағы ер балдарды әсіресе қолөнер, ер балдарды банағы алыстан әскери неге баулайтын үйірме, 14-15-ке шақты үйірме бар. Сол барысында ата-аналарға бірден мен келген бойда ата-аналардың бірінші баламен емес, ата-анамен жұмыс жасау керек. Мен соны бағып қалдым. Алыстап келе алмай жатса, зуммен өткізем, міндетті түрде ата-анадан баланың өзімен сөйлесіп аламын да, бірінші сабағымызға ата-ананы қатыстырам. Содан кейін бала телефонға қаншалықты қарайды, қандай нені жақсы көреді, қандай хоббиі бар, өзіңіз қандай кітап оқисыз, баланы кітап оқыта алмау үшін, ата-ана бірінші оқу керек деген секілді. Қоян қолтық 3 жақта бірге отырып жұмыс жасаймыз. Енді басында айттым ғой, мүлдем ата-аналар қолын бір сілтеп отыр деп емес, керісінше орыс мектебінен алып қазақ сыныбына, орыс балабақшадағы тобынан алып қазақ тобына кітап оқысын, мен осы баламды кітапханаға апардым деп, осы сіздердің де кітапханаларыңызға келіп видеоға түсіріп жіберіп жатады. Керісінше жақсы бағытқа келе жатқан ата-аналар көп. Енді әсіресе жас ата-аналар ғой. Енді бұрынғы ата-аналарға сірә көп ой сала алмайсың, олар енді өздерінің салып алған сара жолынан шыққысы келмей жатады ғой. Бірақ қазір осы кітапханаға, кітапқа, ұлттық құндылыққа бала шағасын баулып келе жатқан жас ата-аналардың легі көбейіп келе жатыр. Мен соған қуанамын. Енді жыр қиссалар жөнінде айтып қалдыңыз. Я сонымен қатар батырлар жыры да, енді жалпы біздің ұлттық құндылықтарымыз атадан балаға мирас болып бізге келген. Енді осы жыр жаттаудың ерекшеліктері, балаға беретін әсері қандай жалпы? Қандай дағдыларды қалыптастырады баланың бойында? Жалпы мына сөз өнеріне қисса орталығы деп жатамыз ғой. Ол жерде тек қана адамдар көбі қисса деген терминді түсінбей жатады. Не ол, не үйретесіздер деген секілді да. Сөз өнері деп бастаймын мен көбіне. Сөз өнері. Сөз өнерінің ішіне банағы өз ойын еркін жеткізе білуі баланың. Да, көбіне бізде оқиды да. Ол бана оқиды да, бірақ ойын жеткізе алмайды деп жатады. Одан қалса қазір ата-аналардың көбі дабыл қағып келеді. Бұрынғыдай мектепте диктант мазмұндама жазғыза алмайды. Балаларымыздың жазу каллиграфиясы төмен, сауатсыз жазады деп жатады. TikTok деген банағын айттым ғой, азғантай қысқаша ғана балалар өзінің ойын қысқаша уақыттың ішінде жеткізіп үйренген қазіргі балдар. Сол мен байқайтыным, мектептегі балдар қазір эссе жазу, біздің кезіміздегідей мазмұндама жазуға көп жоқ, ұзақ отыра алмайды олар. Осы дағдыларды қалыптастыруға да көмегі зор ғой. Әрине. Мысалы, біздер жас ерекшелігіне сай бөлеміз ғой. 5 жастағы бала келгенде, мен 5 жастағы балаға оған әрине алып келіп біздер үлкен қиссаны я бір ертегіні оқи алмаймыз. Оның жас ерекшелігіне сай санамақ, жас ерекшелігіне сай ертегі, 5-6 жасар баланың жас ерекшелігіне сай жаңылтпаш, жаңылтпаштың да берері көп қой. Өзіміздің арнайы бағдарлама бойынша оқытамыз. Сол бағытта мына жаңылтпашты, мысалы 5 жасар бала бата жаттайды. Атырау қалалық кітапханасында ашылды.
мынау ел саналық жастармен бірігіп біздің кітапхана біріккен жоба осы жерде әр сенбі сайын кітап оқып, әр сенбі сайын кино көріп, бір сенбіде тұлғалар туралы лекция тыңдап, танымал мынау зиялы қоғам, зиялы қауым өкілдеріменен, қоғам қайраткерлерімен, жалпы танымал адамдармен жаңа кездесулер жасап, кездесу ұйымдастырып, осындай бір тамаша үлкен бастама бастап жатыр ел саналықтар. Сондықтан да біздің мынау YouTube арнасы болсын, Facebook, Instagram парақшасында бізді білетін оқырмандарымыз біздің кітапханаға келіңіздер, талаппен бірге болып, талаптың қойған талабын бірге орындайық деген жақсы ұсыныс айтамыз. Енді жалпы бана әңгімеміздің басын әлеуметтік желіден бастадық қой. Әрине, енді бұны жоққа шығара алмаймыз. Көптеген жұмысымыз осы әлеуметтік желі арқылы бітіп жатады. Жарнама болсын, жұмысымызды көрсету болсын. Енді осы сіздің орталықтың балалары телефонға қаншалықты тәуелді, ұялы телефонға? Дәл мен орталықтағы балдарының келгендеріне кейде ата-аналар айтып жатады, қашан нәтижесін көреміз деп жатады. Оның енді сондай проблемамен әкеліп тұр ғой сіздерге балалар. Бірден оның нәтижесі тек міне деп мен үнемі айтамын, оның нәтижесін тіпті айтар едім 1 жылда, мүмкін 2 жылда жаймен оның несі күшейе береді. Ата-ана мен баланың біріккен бір жолының арқасында. Енді бұл жерде мысалы балалар біздің алдымызда тек 2-ақ сағат болады да, мысалы шыны керек. Мысалы 7-8 оқитын ер балдарға мен міндетті түрде бесен болмыс кітабын оқытамын. Бауыржан Момышұлының ер азаматтарға қалдырып кеткен 10 өсиетін жаттатамын. Ол жерде мысалы уәде берме, бердің бе орында. Құмар ойындарға мүлдем жолама, ол әлсіздердің ісі. Я болмаса банаға қазіргі заманға сай нәрселер, балаларға жаттатып, ол тек жаттап алған бір бөлек қой, келесі сағатымызда соны тәпсірлейміз. Ол қалай? Құмар ойынға неге әлсіздер жолайды дейді. Қайткенде ол ар жағы қиссамен байланыстырамыз. Темекі, арақ сонда неден қалды? Көрдіңіз ба? Оның неден қалғанын былай адам көп оқи бермейді, біле бермейді, ал ол оқушылар біліп отырады. Бір жақсысы мысалы. Мүлдем енді телефонды қарамайды емес, мысалы тек керісінше жаттаған қиссаларын тиктокта айтып жатса қандай жақсы. Мүлдем қажет жоқ бір жөнсіз нәрсе емес, сол қиссасын, білетін жаңылтпашын, білетін ертегісін өзінің әлеуметтік желісінде өзі айтып жатса, пайдалы нәрсе деп айттық қой, жақсы жаңа шығармашылық, осындай жаңағы қысқа уақыттың ішінде шығармашылық өздерінің қабілеттерін, дағдыларын қалыптастыруға да тиктоктың да өздерін әлеуметтік желіде түсіріп, біздің парақшамызды, менің жеке инста парақшамды белгілеп кетіп жатады мысалы да. Енді қаншалықты телефонға тәуелді дегенде мен енді олардың қаншалықты ата-анасы ғой, телефон қаншалықты ұстап үйінде болатын. Біз енді өзіміздің орталығымызда телефонды, бірақ ішінде мысалы Адай күйінің шығу тарихы десе, сол жерде YouTube желісінен міндетті түрде әлеуметтік желіні пайдалы жағына қолданамыз. Ал енді үйінде қаншалықты пайдаланатын сірә ата-анамен шешілетін дүние ғой. Бірақ енді ата-ананы тағы да қайталап айтам, айына бір рет әртүрлі форматта ата-аналармен келгенге дейін қандай болды, қазір өзгешелігі қандай, болашақта қандай етіп көргіңіз келеді деген секілді бас қосып диспут ретінде талдап жатамыз. Бұл тек ұрпақтың ішінде болатын. Ал жалпы қазір енді балалардың арасында қозғалыс жоқ, мынау дене тәрбиесіне бейімділіктері шамалы, төмен деп айтып жатады ғой. Өйткені балаларда қозғалыс жоқ қой. Әлеуметтік желіде отырған бала қозғалмай, бір жерде бір баланы көріп естідім, бір жерде бір тәулік бойы тіпті отыра берген қозғалмастан дейді. Соңынан сол бала қайтыс болған дегенді де бір естідім. Өйткені қан жүрмейді ғой, отыра береді ғой. Мына қазір балалар мысалы бір аяқпен тұрып секіре алмайды дейді, доп лақтыра алмайды, жүгіре алмайды, өте жаңағыдай денсаулықтары да ақаулары бар деп жатады. Сіздің енді мына орталықта тек қана осы бір жерде отырып жыр қиссалар оқисыз ба, әлде бір табиғаттың аясына шығып бар ма? Сұрағыңызды түсіндім. Біздер енді ғана ашылып жұмыс жасап жатырмыз ғой енді. Менде мысалы 2 сағатқа жақында ғана көштік, мысалы 5 жасар банаға 5 пен 7 жастың арасындағы балаларға міндетті түрде тұра қалып жаттығулар жасаймыз. Өзіміздің дамыту жаттығуларымыз бар да. Одан кейін ортасындағы сағаттарында шахмат шашкымызды, бізде шахмат үйірмесі бар ғой, алып келіп бір 10 минуттай бір-біріменен айдай таластырып шахмат шашкамызды ойнатамыз. Одан кейін өзіміздің енді 2 сағатты уақыттың ішінде әзірге біздер ондай табиғат аясына, бірақ болашақта бар, табиғат аясына ондай шыға қойған жоқ. Біз қазір енді күн салқын ғой, бірақ қай жерден кейде тіпті шыны керек бір әлеуметтік желіге өзіміздің өлеңімізді жүктейтін болдық та, дәл демалатын күнге мен шақырып қойып
болады ғой кейде аптаның күнінен шатасып жүретін кезіміз. Балаларымды түп-түгел мектептен мысалы салып алып та үйден әкеліп оқытып. Болмайды. Оны мысалы оқытамын деген адамға ол не себебі? Кейде болады бір жеке шаруашылығымен болмай қалса, балаларымды үйге де шақырып алатын кездерім. Ол нағыз осы балалардан бірдеңені үйретейінші, осылардың көзінен бір жылт еткен нәрсені көрейінші деген ұстаз ол уақытпен де тіпті есептеспейді ғой, шыны керек. Мұғалім көп, ұстаз аз деп жатамыз ғой. Жалпы мектепте болсын, басқа жерде болсын, жалпы баламен ең бірінші өзімен сөйлесіп, ол кім болғысы келеді өскенде, не үшін ақша, мысалы, мен үнемі әсіресе ер балдарға айтамын, 30-да орда бұзбаған жігіт 40-да қамал алмайды. Мағынасы қандай? Неге 30-ға дейін орданы бұзып тастау керек сонда? Ал сен өскенде мысалы бір спортсмен ұлдарым бар, тренер болам дейді да, тек қана тренер бол, тренерліктің пайдасы қандай? Мысалы, олимпиада чемпион дайындағың келе ме? Неге, неліктен деген соң ой тастау арқылы ойын біле отырып тәрбиелеуге енді бұл орталықтың берері өте көп қой. Мысалы, мақал мәтелге қатыстырамын да, кейбір сабақта мақал мәтел қылып аламыз да, басын бастай мысалы. Ішіп жеген түске жетпес, давай ар жағын өзің жалғаш деп. Неге ықылас ниет естен кетпес? Мысалы, ниеті тәуір жігіттің жүрісінде мін болмас дейді. Неге ол? Жүріс деген не? Осы жерде логика ғой кәдімгі. Сұрақ тастайсың, оған жауабын аласың да. Банағы бейсеннің неге әсіресе ер балдар тек отбасы ошаққасын тәрбиелеп, сол үйге кіргізген ол құрт пен құмырсқаңда шыбының да тістеп жегенін бала шағасына әкеледі. Ал ер азамат неге алашқа қызмет ету деген не? Осы тұста ер азаматтың кеудесі жүкті болмаса, әйелі әулие тумайды деген қанатты сөздің мағынасы неде? Неге ол? Неге ер адамның кеудесі жүкті болу деген не? Мысалы, осыған кәдімгі 7-8 оқитын 13-14 ер балдар не істеп қалып жатады да, ойланып. Күнделікті өмірде қолданбайтын сөздер ғой, мысалы, менің балам үйде барса білмей қалатын сияқты ондай сөздер. Ер азаматтың кеудесі жүкті болмай, әйелі әулие тумайды деген мағынасы не? Жүкті деген сөзді балалар қазір түсінбейтін сияқты. Сонда алашқа қызмет ету деген не? Халыққа қызмет ету деген не? Неге тек отбасы ошаққасының ғана ойлайтын ер азамат болмау керексің? Әсіресе ер балаға көбірек басымырақ айтамыз да. Ел қамын ойлайтын деген не деген секілді. Сол жерде ойын жазу, соған бір ой тастау, сол бір ойланып жүру, банағы уақытын тиімді өткізу, осының барлығы осымен байланысты ғой. Кеудесіне құндылық құйылып жатқан бала, ол батаны да біледі, ол өз ойын еркінде жеткізе алады, ол ертең көпшілік ортасына барғанда мен қазақпын деп кеудесін ұрып тұрып айтатындай ол болып өседі деп ойлайды. Болашақтың несін жейтін, қамын жейтін. Сондықтан енді бұндай орталық тіпті аудандардан ашылса, бана айттым ғой, осы ертең біздің осы клубымызға келіп жатқан мүмкін декреттік демалыста отырып мүмкін жұмыс жасай алмай қалған аналар келетін шығар, мысалы да, ортасы жоқ. Неге сол мүмкін ол бір жұлдызда тұратын шығар, сол жерден осындай қоғамдық қор мен орталықты өзі ашпасқа. Жалпы бұл сіздің болсын, ұрпақтың болсын, кез келген қоғамға болсын деп жатқан адам бір ағартушылыққа қосып жатқан тамшыдай болса да үлес қой. Біреуге бір ой салсаң, соның өзі бір үлкен сауапты іс деп ойлаймын. Сондықтан бұл бізге аз, өте аз, әлі біз керегімізді кеңейтуіміз керек, құттай болса да тамшыдай үлес қоса беруіміз керек деп ойлаймын. Енді әлеуметтік желіден біз ажырай алмаймыз, бірақ сонымен қатар осы тиімді пайдалы жағын пайдалануымыз керек. Болмайды дегенді де біз рухани құндылықты өзіміз бірге ала жүруіміз керек деген қорытындыға келесіз ғой. Тамаша, керемет сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан дейді ғой. Сіз сияқты ұстаздан енді тәрбие алған шәкірттердің болашақта мынау елдің тұтқасын ұстайтын, жүрегінде иманы бар, адамгершілігі бар азамат пен азаматша болып шығатынына мен күмәнім жоқ. Шәкәрім атамыздың сөзі бар ғой, жақсылық көрсем де өзімнен, жамандық көрсем де өзімнен деп. Енді барлығы өзімізден, отбасынан басталады. Сондықтан да осындай игі жолда жасап жатқан жұмысыңызға сәттіліктер тілейміз, творчестволық табыстар тілейміз. Алға қарата кітапханамызбен біріккен жұмысымыз жандана берсін деген жақсы тілек айтамыз. Енді біздің Атырау қалалық кітапханасының YouTube арнасындағы барша оқырмандарға біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Бағана сөзіміздің басында айтып өттік, талап әдеби мәдени біздің клубымыз жөнінде, сондықтан да ол талап та Инстаграмда бар, парақшамыз. Талапқа да тіркеліп қойыңыздар, Атырау қалалық кітапхананың да парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Жалпы бізбен бірге болыңыздар. Осы мәдениет майданында бірге біте қайнасып, бірге жүрейік деген жақсы тілек айтамын. Қуаныштымын. Жанар Мұрадынқызы, сізге үлкен рахмет айтамыз. Амандықта жүздесейік дейміз. Осымен біздің бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Жақсы күндерде жүздесейік. Сау болыңыздар.